Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі жұқа болып шығатын, бір жасағаннан әдемі болып шығатын құймақтың рецебімен бөлісетін боламын. Ол үшін бізге 2 жұмыртқа қажет. Оны шағып ыдысымызға саламыз. Одан соң 3 ас қасық қант саламыз. Жақсылап араластырып аламыз, қанты ерігенше. Оны бір шетке қойып тұрамыз. Одан соң осындай өлшемдері бар стаканға 400 мл тоңазытқыштан алынған сүт құямыз. Оның үстіне қайнап тұрған су құямыз 100 мл, сонда бізде 500 мл шығады. Оны жұмыртқаға қосып, жақсылап араластырып аламыз. Одан соң 1 шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. 3 ас қасық сұйық май құямыз. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін 2 стакан ұн саламыз. Бөліп-бөліп 1 стакан саламыз бірінші. Одан соң жақсылап араластырып аламыз. Ешқандай түйіршік қалдырмай, жақсылап араластырып алуымыз қажет. Содан кейін 2 стакан ұнымызды салып, оны да жақсылап түйіршік қалмайтындай жақсылап араластырып аламыз. Мінекей бізде осындай сұйықтау қамыр шығады. Одан кейін құймақ пісіретін табамызды отқа қоямыз. Одан кейін табамызды майлаймыз. 1 рет қана майлаймыз, одан кейін майлаудың қажеті жоқ. Қызғаннан кейін бір ожаудан осылай құйып пісіріп аламыз. Егер де сізде жұмыртқа жоқ болса, менің каналымда сүтсіз, жұмыртқасыз блинчиктің рецебі бар. Кіріп қарасаңыздар болады. Жоғарыда ссылкасын қалдырып кетемін. Шеттері қызара бастаған кезде осылай күрекшенің көмегімен шеттерін ашып шығамыз. Силикон күрекшенің көмегімен. Одан кейін екінші жағына аударамыз. Екінші жағы тез піседі. Тағы бір айта кететін жайт, 5-6 құймақ пісіргеннен кейін қамырымыз кішкене қоюласады. Сол кезде 1-2 ас қасық қайнаған суды құйып жіберіп, бұлғап қайтадан пісіре береміз. Екінші жағы да пісті. Құймағымыз дайын. Мінекей осындай болып шықты. Барлығын солай пісіріп аламыз. Өте әдемі болып шықты, жұп-жұқа. Барлық құймақтарымыз дайын болды. Өте дәмді әрі тез, оңай рецеппен бөлістім. Міндетті түрде осы рецеппен жасасаңыздар, бір жасағаннан шығатынына сенімдімін. Менде осы рецеппен 18 дана құймақ шықты. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналыма тіркеліп кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.